Менің күйеуім ардагер. Қырқыншы жыл кетті ұрысқа, соғысқа. Немістерді шетінен қырып келді. Наурышаев Жанғазы 1925 жылы туған. Қызыл армия қатарына 1943 жылы шақырылып, Украина майданының 170 полкының құрамында соғыс қимылдарына қатысқан. 1945 жылы елге оралған. Екінші дәрежелі отан соғысы орденімен Кеңес одағының маршал Жуков 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысындағы ерлік еңбегі үшін медальдарымен марапатталған. Біздің атамыз 18 жасында соғысқа аттанған. Және сол жақта өзінің батырлығын көрсетіп, 2 жыл бойы пулеметчик болған. Олар жаулармен бетпе-бет келіп, әрқашанда өзінің жерін, ерін қорғау үшін аянбай соғысқан екен. Атамыздан қалған бізге шапаны менен таяғын біздер өзіміздің төрімізге іліп қойдық. Және осы таяқты және шапанды көрсете отырып, өзіміздің балаларымызды да осындай батыр, ешқандай жаудан қорықпай, өзіміздің жерімізді, елімізді қорғау үшін әрқашан осындай патриоттық сезімдерін оятып, өзіміздің балаларымызға әрқашанда аталарымыздың осы үлкен кісілердің айтқан, жеткен, білгендерінің барлығын біздер өзіміздің балаларымызға айта отырамыз.